Ай мектеп. Иятай, бүгін әдебиеттік оқудан 4 алдың Дана. 3 жылда бірінші рет қой. Бір қылған, екі қылады. Екі қылған әдет болады деген сөз бар. Сондықтан бірінші ретте бақталуға болмайды. Бұл сенің ең соңғы 4-ің болуы керек, Дана. Сені қожа сияқты жазалаймын. Қандай жаза қолдансам екен, а? Жаза? Кімге? Не үшін? Иә, жаза. Өзіме. Әдебиеттік оқу пәнінен 4 алғаным үшін. Қожа сияқты кеңес өткізіп отыр едім. Қалайша? Сен үй тапсырмасын орындап, сабаққа жақсы дайындалған едің ғой. Иә, бірақ мен шығармалардың авторларын есте сақтай алмайды екенмін. Дана, сабақты беске оқитын бала шығарманың мазмұнын ғана біліп қоймай, оның авторы туралы да білгені дұрыс. Мысалы, сен қазір «Менің атым Қожа» кинофильміндегі қожаның істегенін қайталап, өзіңді өзің жазалап отырсың. Ал сол фильмге негіз болған шығарманың авторы Бердібек Соқпақбаев туралы не білесің? Ештеңе, сіз айтып беріңізші. Бердібек Соқпақбаев Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданы, Қостөбе ауылында дүниеге келген. Қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірген. Менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат, өлгендер қайтып келмейді, 16 жасар чемпион, тағы да басқа тамаша шығармалар жазды. Менің атым Қожа повесі кімге болса да ұнайтын ерекше шығарма сияқты. Иә, оның себебі неде деп ойлайсың?